Республикасы оқу ағарту министрлігінің балаларды ерте дамыту институты 2026 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес өткізілген Қандалапай ұлттық ойыны. Ойынымыздың мақсаты балалардың түрлі ойындарға деген қызығушылығын ояту, сондай-ақ қазақ халқының мәдени мұрасы мен дәстүрлеріне деген мақтаныш сезімін қалыптастыру. Қандалапай ұлттық ойыны байқауының қатысушыларын ортаға шақырайық. Құрметті ойыншылар, бүгін біздің ұлттық ойынымыз Қандалапай ойынының байқауы болып жатыр. Сол ойынға қатысуға сіздерді шақырамыз. Ойындардың шарттары. Шертпе ойынының мақсаты бұл жерде, мына жерден шерту арқылы мына жерден очколарды жинауымыз керек, балл жинауымыз керек. Мына жерден асып кетсең, онда есептелмейді. Ал осы 5 ұяшықтың қайсысын асықты түсірсек, сол ұяшықтағы балды сен жинайсың. Түсіндің бе? Екінші, жарайсың, үшіншісі. Құрметті ойыншылар, біздің ойынымыздың екінші кезеңі қол күрес деп аталады. Қол күресінің шартын өздеріңіздер білесіздер. Кім етті, кім мықты, сол жеңіске жетеді. Енді біздің әкелеріміз басын асып көрсін. Қандалапай ойыны. Бұл жерде біздер балалар қатысатын ойын бар. Мен қазір ортаға көп асып тастаймын. Соның ішінде біреу ғана хан асып. Кім асыпты мен тастаған уақытта кім асыпты көп жинаса, сол көп балл жинайды. Талапай, ау талапай. Міне асып ала қарай. Бейбарыс 14 асық жинапты, Алинов 20 асық жинапты, Алихан бізде 23 асық жинапты. Және оның хан асығы Алихандады. Бізде Алихан жеңіске жетті. Енді біз бұл ойынның шарты жеңіліс тапқан балаларды өнер көрсетуіміз керек. Тақпақ айтамыз ба, ән айтамыз ба, ебелейміз ба? Анам өнегесін алып, етімен адамдай оқытушы болған.